Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін сіздермен өте дәмді, организмге өте пайдалы, құрамында темірі көп тағам жасайтын боламыз. Ал бастайық. Сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ең алдымен бұршақты жуып, тазалап, таза су құйып, сол суда жібісін деп біраз уақытқа қалдырып қоямыз. Тамақты жасауға қажетті заттар мен олардың мөлшерін видеоның астына жазып кетемін. Қазанға өсімдік майын құйып, ол әбден қызған кезде етіміз бен пиязымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Бұршақ көже немесе горох өсу организмге әсіресе темір жетіспеуі кезінде рационға қосатын ең бірінші тағамдардың бірі болу керек. Егер сізге қуырылған тамақ жеуге болмайтын болса, онда бірден суға қайнатып жасауға да болады. Етке дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Егер жұмсақ ет болса 15 минут, қатты ет болса жарты сағаттай қайнатып аламыз да үстіне бұршақты салып жақсылап араластырып қақпағын жауып қоямыз. Бұршақ жабысқақ келеді. Сол үшін жиі араластырып отырып тағы 20 минут қайнатамыз. Кейін үйде бар көкөністерді орта шағып турап көжеге саламыз. Дәмін көріп, өзіңіз ұнатқан дәмдеуіштерді салып, тағы 20-25 минут қайнатып аламыз. Көжеміздің бір бөлігін осылай блендер арқылы біркелкі массаға айландырып аламыз. Осылай жасаған кезде балалар көжені толықтай жеп қояды. Өте дәмді бұршақ көжеміз дайын болды. Үйдегі үлкендерге осы күйінде ұсынсаңыз да болады. Тағамды ас көкпен әсемдеп ұсыныңыз, астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.